Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, құрамы қолжетімді, екі ғана заттан жасалатын етсіз котлет дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Бізге қажетті заттар: 1 кесе гречка және 2 дана картоп. Картопты алдын ала тазартып, тура видеодағыдай турап, суға қайнатып пісіретін боламыз. Гречканы да жуып, тазалап, суға салып, қайнатып пісіреміз. Бір қайнаған соң беткі көбігін алып, ең төменгі отқа қойып, бетін жауып пісіріп аламыз. Егер суы тартылып жатса, үстінен тағы да су қоссаңыздар болады. Осылай картопты да және гречканы да пісіріп дайындап аламыз. Міне біздің гречкамыз дайын болды. Енді оны ыдысқа салып аламыз. Құрамы өте қолжетімді. Піскен картопымызды картоп езгішпен езіп аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен түрлі пайдалы, дәмді, керемет рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Картопымызды жақсылап езіп болған соң, гречканы да дәл солай езіп аламыз. Сонан соң картопты қосып, үстінен 2 дана жұмыртқа, татымына қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштер салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Сонан соң қолымыздың көмегімен котлеттің формасына келтіреміз. 1 немесе 1,5 қасықтан алып жасайсыздар. Сонан соң кептірілген нан ұнтағына аунатып дайындап аламыз. Егер кептірілген нан ұнтақтарыңыз болмаса, ұнға аунатып жасасаңыздар да болады. Барлық котлеттерімізді осылай жасап аламыз. Менде осы құраммен 20 дана котлет шықты. Толық құрамды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, көбейтіп жасасаңыздар болады. Міне котлеттеріміздің барлығын осылай жасап дайындап алдық. Енді қызып тұрған майға салып, екі бетін қызартып пісіріп аламыз. Құрамындағы заттардың барлығы піскен, сондықтан ортасы піспей қалады деп уайымдамаңыздар. Тек қана екі бетін қызартып алсақ болды. Шамамен 5-3 минуттай майға қуырып аламыз. Келесі бетіне ауыстырып, келесі бетінде қызартып алатын боламыз. Міне біздің котлеттеріміз дайын болды. Енді оны майдан алып, қағаз майлықтарға жайғастырамыз. Барлық котлеттерімізді дәл осылай майға қуырып аламыз. Ыдысымызға жайғастырып, кез келген соуспен дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің балаларыма өте қатты ұнады. Сіздерге ұнайтынына сөзсіз. Достар, егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Ас болсын!